Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айдана. Бүгін япондық моти десертін дайындаймыз. Міндетті түрде жасап, дәмін татып көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Ал бірге бастайық. Ең алдымен бізге жеміс-жидектер қажет болады. Шие және де клубника. Қалаған жемісіңізге алмастырсаңыз болады. Үстінен қант салып, жақсылап араластырамыз. Және де измельчительге саламыз, немесе блендерге салып, жақсылап еземіз. Согын шығару қажет болады. Бұның орнына сіз жай ғана краситель пайдалансаңыз болады, егер де бұлай жасағыңыз келмесе, немесе соктың орнына сүтті пайдалансаңыз болады. Мен сүттің орнына осылай жеміс-жидектің согын алған болатынмын. Ал енді ситаға салып, суын шығарып аламыз. Тек қана су қажет, бұдан біз қазір қамыр илейтін боламыз. Міне біздің согымыз дайын, ал енді қамырымызды дайындаймыз. Бізге осындай клейкая рисовая мука қажет болады. Міндетті түрде осындай болуы қажет. Басқа жай ғана мука болса, ол жарамайды, болмайды. Енді үстінен сокты құямыз, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң суды қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Осылай толығымен ешқандай түйіршік қалмай араластырып болғаннан соң водяной баняға қоямыз. Осылай үздіксіз араластырып тұру қажет болады. Өзі жаймендеп қоюланады. Міне осылай жақсылап толығымен қоюлануы қажет. Егер бұлай водяной баняда жасағыңыз келмесе, микроволновкада 2 минутқа қойып алсаңыз болады. Дәл осындай кашабраздан болған кезде бетін жауып 5 минутқа қоямыз. Одан соң алып, тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз әлі дайын болған жоқ. Енді бетін тағы да жауып 5 минутқа қоямыз. Міне, енді біздің қамырымыз дайын болды. Енді оттан алып, толықтай суытып аламыз. Ал енді ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Бұл біздегі бағанағы жеміс-жидектер езілген. Үстінен бір ас қасық қант салам, және де бір шай қасық кукурузный крахмал қосып, жақсылап араластырып, орта отқа қоятын боламыз. Қайнағаннан соң тағы да 30 секундтай араластырып аламыз. Кукурузный крахмалды міндетті түрде кішкене қайнатып алу қажет. Ал енді кремді дайындаймыз. Творожный сырға сгущенное молоко қостым. Жақсылап миксердің төменгі жылдамдығында араластырамыз. Сгущенканың орнына сахарный пудра пайдалануға болады. Енді креміміз дайын. Ал енді жасайтын столымызға бір ас қасық кукурузный крахмал, бір ас қасық сахарный пудраны себеміз. Сосын үстінен қамырымызды қойып, бір келкі рулет жасайтын боламыз. Қолымызбен сыртының бәріне осы сахарный пудрамызбен кукурузный крахмалымызға малып шығамыз. Ал енді бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен 7 бөлікке бөліп алдым. Болғаннан соң шетінен алып, домалатып, мотиларымызды дайындаймыз. Осылай қолымызбен домалатып аламыз. Астын міндетті түрде көбіректе кукурузный крахмал сеуіп жасау қажет болады. Осылай домалатып болғаннан соң кремді жағып, үстінен осы джемімізді саламыз. Тағы да кремімізді жағып, ары қарай біріктіріп жинаймыз. Міне, видеода көріп тұрғандай жан-жанын бәрін алып жабыстырамыз. Өте оңай жабысады. Міне, осылай жасап аламыз. Одан соң қолымызбен домалатып, тағы да кукурузный крахмалға аунатып аламыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай әдемі жабысып шықты. Келесі қамырларымызды да дәл осылай жасап бір-біріне жабыстырып шығатын боламыз. Арасына салған джемнің орнына свежий ягода салуға болады, немесе бананды да кесіп салуға болады. Және де ескертетін жайт, біздің қамырымыз өте жабысқақ, қолға жабысқақ болады. Одан ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Крахмалға аунатып жасағанда қолыңызға қатты жабыспайды. Барлығын жасап болғаннан кейін бізге кішкене домалақтау пилай қажет болады. Осындай шұңқырлау ыдыс қажет болады. Оған мотиімізді салып, осылай домалатамыз. Сол кезде формасы әдемі келеді. Және де бетіндегі крахмалдарды осылай түсіріп тастауға болады. Барлығын осылай жасап шығамыз.
Одан соң холодильникке жарты сағатқа немесе 2 сағатқа қоямыз. Міне біздің мотиіміз дайын, өте әдемі, керемет, дәмді болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Ешқандай өкінбейсіз деген ойдамын. Ас болсын.